Ассаламағалейкум. Екі бұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Видеоны көрместен бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Әр қазақ бай қуатты болсын. Бүгін бұйырса бұқамызға 5 айдан асты. 5 ай 4 күн. Бұйырса бүгін кешке Алматыға жол тартсақ деп тұрмыз. 9 бас. Осы аңгүс біріншісі. Бірінші болып тиелетін аңгүс. Бұл кішкене шатақтау, адам сүзеді. Алдында жалғыз өзін қойған болатымыз осы жерге. Желкесін қиып тоқтатпағаннан кейін. Қазір артынан түсіріп жіберемін. Ал енді мына жақтағылар кейінгі кіргендер. Бұларға бір айдай болып қалды. 25 күн болды бұларға. Оның алдында бос тұрған. Мынау кейіне сатып әкеп қойғамыз. Енді аңгүстің арт жағынан түсіріп өтемін. Каналымыздан алыстамаңыздар. Мінекей аңгүсіміздің артқы көрінісі. Енді саны жағы толық түспей тұр. Тар жерде оның үстіне кіруге де болмайды. Адам сүзеді. Бұйырса міне шығады, салмақтарыңызды жазып кетсеңіздер болады. 1-2 күнде нақтылы қанша салмақ басқанын айтып өтемін. Мына бұқалардың арт жағы мынандай. Енді келесі қорадағы тиелетін бұқаларға көшеміз. Мұналар тиелмейді, мына бұқалар. Бұларға әлі бар, 3-4 ай байланады. Енді 3 ай, жоқ деген 3 ай байланады бұлар. Мына сиырларымызды желінде балық бағамыз. Алатау тұқымдас сиырлар міне. Желіндеп тұр, мынау құнажын. Мынау 1,5, енді 2 жасқа толатын. Ал енді мынау 4 жасқа толған. Бұл да алатау тұқымды. Желіндеп тұр бұлар. Ақ балық. Анау да алатаудың тұқымы. Осылар да ақ балық енді. Қалғандары жайылыста. Енді келесі қораға көшеміз. Алматыға тиелетін бұқаларды түсіреміз. Сиырларды бір көрсетіп өтейін деген мыналарды. Бұқаларымыз міне жатыр екен. Біз кіргеннен кейін тұрып жатыр. Бұларға да міне 5 ай. 5 ай 3 күн. Мұналар подсос екеуі. Бұлар да тиеледі. Негізі біраз ұстайық па дегенбіз, оған бір ақша керек болып, сол арқылы тиеп жатырмыз. Қалғандары жатыр, тұратын емес қазір. Жағы аңгүстен кейінгі дөнен бұқа 4 жасар. 4 жасар. Шырқын бұзып міне бұқаларды тұрғыздық. Негізі түсте көп тұрғызуға болмайды. Енді бүгін тиейтін болғаннан кейін бұларға енді аса ондайдың керегі жоқ. Негізі семіріп атқан бұқаны көп тұрғызуға болмайды. Жатқан кезде өздері жату керек. Мына 4 жасарымыз міне. Мыналар 2 жасқа толғандар. Еттерін көріп, бағаларыңызды беріп жеріңіздер. Астында пікір алаңына салмақтары қандай, қайсы бұқа қанша салмақ беретінін жазып өтсеңіздер болады. Мынау тарғыл қасқа бұқа 2 жасқа толды. Мынау қызыл тоқал. Бұл да 2 жасқа толды. Енді нақтылы туған кезін білмейміз. Сатып алынған мал. Енді міне наурыздың аяғы 2 жасқа
толды деп отырмыз, өйткені ақпаннан бастап туа бастайды сиырлар. Енді қыста туғандар да болуы мүмкін, бірақ мыналар қыста тумағандар. Апрель, мартта туылғандар болу керек. Мынау енді 4 жасар. Мына төбел бұл да 2 жас болуы мүмкін деп отырмыз, өйткені 1,5 жасар деп алғанбыз. Мынау қасқа бұқа міне. Кішкене мына бой өсті, еті аналарға жетпейді. Бұл да 1,5 жасар. Мынау да 2 жасар енді. 1,5 жас болып кірген, 2 жасар болып шығады. Мына қоңыр да солай. Бұның еті жақсы енді. Мына алалар подсос болып кірген. Бұйырса міне 1 жастан асты бұларда. Бұлар январдың, қаңтардың бұзаулары деп айтқан иесі. Сонда бұлар 1,5 жас болып есептеледі енді. 1 жас 2 ай, 1 жас 3 ай мөлшеріндегі бұзаулар. Салмақтарыңызды жазып кетіңіздер. Әр қазақ бай қуатты болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып отырамыз. Енді мына жақта бұқаларды да көрсетедік. Бұларға бос тұрғаны бар, байланғаны бар. 4,5 ай болды. 2,5 айында байланғамыз, одан бері байланғалы 2 ай болды. Кейбіреулері жатыр, кейбіреулері тұрып тұр міне. Мінекей подсостарымыз көріңіздер, бағаларыңызды беріп кетіңіздер. Бұлар енді қазір шықпайды. Енді бір 2 ай, 2,5 айдай ұстаймыз, Алла қаласа. Барлығын уақыт шешеді. Тарғыл подсос, қасқа подсос, өз сиырымның баласы. Мыналары сатып алғанбыз. Ортақ бағасы 185-тен келгендер күзді күні. Міне бұйырса 6 айдың 10-15-терінде деп жоспарлап тұрмыз. Бұлар енді жасқа толғаны бар, толмағандары бар. Породалары Алатау породасы мен породасы деп қоямыз енді. Бір керемет породасы жоқ енді. Мынау ақбастың тұқымы, қызыл қасқа. Бұлардың енді суын қалай бересің деп көп кісілер сұрап жататын. Су берген түсірші дейді. Оған арнайы бір науа жасаттық. Оған енді қораның қасынан және құдық қазып жатырмыз. Қазір оны да көрсетіп өтетін боламыз. Науаны да көрсетеміз. Осындай науа, бұрынғы науаға 2 дөңгелек салдық. Бір жағына құры темірменен таяныш қана қойып қойдық. Бұқа ары бері қозғалтылмайды. Науаны былай көтереміз дағы, сүйрей береміз. Сүйреп суын бере бересіз. Оңай болады. Және далада құдығымыз бар. Шлангыны осы жерден кіргізіп, малдардың барлығына шлангымен су беретін боламыз. Кішкене жұмысты жеңілдету мақсатында жасап жатырмыз. Ұзақтан су қосып, оны бұрын мына жерге дүң қойып, соған құйып беретін біз. Енді аз да болса жұмысты жеңілдетіп, қасынан құдық қазып жатырмыз. 10 метр қазылды. Енді 1-2 метр қазылса су шығып қалады. Қазір көрсетіп өтеді. Міне құдық осылай түседі кісілер. Құдық қазудың мастері. Құдық қаздырам десеңіздер, хабарласыңыздар. Телефон маған шықсаңыздар, WhatsApp-тан нөмірін беремін. Он метрге арқаммен түсіп барадым.
Жақындатып көрсетіп тұрғанбыз міне. Алыстан. Міне былай нетсеңіз көрінбейді. Түбіне жетейін қалды міне. Міне осылай түсіп, қазады міне. Әлі жете алмай жатыр түбіне, аз қалды. Лайк басып, қолдап кетіңіздер. Міне түбіне жетті. Каналымызға лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Әр қазақ бай қуатты болсын.